Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Қазақ тілін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан денелері. Оқулықтың 48-ші бетін ашамыз. Аспан денелері. Жаңа сөздермен танысайық. Новые слова. Аспан әлемі, небесный мир. Жұлдыз, звезда. Құпия, тайна. Қозғалыс, движение. Бақылау, наблюдение. Аспан денесі, небесное тело. Шексіз, бесконечный. Көлденең жатқан, горизонтальный. Открываем 48-ю страницу, второе задание. 48-ші беттің 2-ші тапсырмасын ашамыз. Сұраққа жауап бер. Түнгі аспан қандай, күндізгі аспан қандай? Аспан, түнгі аспан және күндізгі аспан. Подумаем, чем различается ночное небо от дневного? Ночное небо какое? Дневное небо какое? Подумайте. А теперь открываем страницу 99, третье задание. 49-ші бет, 3-ші тапсырма. Тыңда, мәтінді оқы. Прослушайте текст. Алуа аспан әлемінің құпиясы туралы көп оқыды. Алуа много читала про тайны небесного мира. Ол жұлдызды аспанды ұнатады. Она любит звездное небо. Түнде жұлдыздарға ұзақ қарайды. Ночью она долго смотрит на звезды. Аспан әлемінің құпиясын білгісі келеді. Хочет узнать, то есть Алия хочет узнать тайны небесного мира. Жұлдыздардың қозғалысын бақылайды, наблюдает за движениями звезд. Соны білетін Зере. Алуа, осы жұлдыздар неден тұрады? Деп сұрады. Знающая об этом Зере спросила у Алуы. Алуа, а из чего состоят звезды? Алуа, Зере, ғалымдардың айтуынша жұлдыз газдан, плазмадан тұрады. Алуа отвечает. Зере, по словам ученых, звезды состоят из газа, то есть из плазмы. Өте күшті қызған жұлдыздар жарық шығарады. Сильно накаленные звезды излучают свет. Күнде, жұлдыздар да аспан денелері, и солнце, и звезды, небесные тела. Күн жерге жақын. Солнце близко к земле. Сондықтан күн үлкен болып көрінеді, поэтому солнце кажется большим. Жұлдыздар жерден өте алыс орналасқан, а звезды находятся очень далеко от земли. Сондықтан жұлдыздар өте кішкентай болып көрінеді, поэтому звезды кажутся очень маленькими. Телескоппен қарағанда жұлдыздар нүкте сияқты. Когда смотришь через телескоп, звезды кажутся точками. Зере, біздің галактика шексіз. Зере отвечает. Наша галактика бесконечна. Аспанда қанша жұлдыз бар екен? Сколько звезд есть на небе? Оның санын ешкім білмейтін шығар. Наверное, их количество никто не знает. Алуа. Отвечает теперь Алуа. Говорит Алуа. Біз түнде аспаннан 6000 жұлдыз көреміз. Ночью мы видим на небе примерно 6000 звезд. Біздің галактикада жай көзге көрінбейтін 200 миллиардтай жұлдыз бар. В нашей галактике есть примерно 200 миллиардов звезд, которых мы не видим. Ал жұлдыздарды күшті телескоппен көруге болады. Но звезды можно рассмотреть очень мощный телескоп. Аспанда көлденең жатқан, шашырап төгілген сүтке ұқсас ақшыл жолақ жұлдыздар шоғыры бар. В небе есть горизонтально расположенные и похожие на разлитое молоко, которое называется Млечный Путь. Это соединение или созвездие звезд.
Бұл жолақты қазақтар құс жолы деп атайды. Казахи называют эту линию, этот Млечный Путь, дорогой птиц. Құс жолы. Называют ее дорогой птиц. Зере. Теперь говорит Зере. Алуа, сен аспан әлемі туралы көп біледі екенсің. Алуа, а ты, оказывается, много знаешь о небесных телах, о небесном мире. Болашақта астроном болатын шығарсың. В будущем, наверное, ты станешь астрономом. Сені тыңдаудан жалықпаймын, рахмет. Мне не скучно тебя слушать. Спасибо тебе. 50-я страница, задание номер 5. Бесінші тапсырма. Сөздер мен сөз тіркестерін мағынасына қарай сәйкестендір. Соедини слова и словосочетание по значению. Например, шашырап төгілген, сүтке ұқсас. То есть, прочитайте текст, послушайте текст вместе с переводом в видео и найдите подходящие слова и словосочетания. Выпишите их в тетради. Например, аспан әлемінің. Какое слово больше подходит? Құпиясы, шексіз, бақылайды, аспан денесі, құс жолы, аспан, жұлдыздар шоғыры. Подходит больше слово құпиясы. Аспан әлемінің құпиясы. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Үй жұмыстарын сіздерден күтемін.